Ресей Украинаға шабуыл жасамас бұрын ақштан қару келгенін күткені рас па? Сіз бен біздің салығымызға күн көріп отырған депутат Ерлан Сайыров мәжіліс отырысында рас сөйледі ме? Ол кедейлік деңгейіне қатысты қандай ақпарат айтты? Және елде кедейлер көбейгені рас па? Біз апта шолуын бастаймыз. Жақында мәжілістің жалпы отырысында депутат Ерлан Сайыров премьер-министрдің орынбасары Ералы Тоғжановқа сауал жолдады. Ол өзінің сауалында Қазақстандағы кедейлік деңгейіне қатысты бірнеше мәлімдеме келтірді. Депутат рас сөйледі ме? Тексеріп көрейік. Ең төменгі күнкөріс деңгейі өте төмен болғанның өзінде 2021 жылы табысы күнкөріс деңгейінен төмен адамдар саны ресми түрде 998 мың адам болды, ал бейресми сарапшылар бұл көрсеткішті 1,5 миллион, одан да жоғары екендігін айтады. 2021 жылдың 3-ші тоқсанындағы дерек бойынша Қазақстанда табысы ең төменгі күнкөріс деңгейінен төмен адам саны 5,3%-ті құраған. Бұл дегеніміз 1,10,321 адамның табысы күнкөріс деңгейінен төмен болғанын көрсетеді. Яғни депутат келтірген деректен де көп. Депутат бейресми сарапшылар деп кімді айтқаны белгісіз. Бірақ осыған ұқсас сандарды Дүниежүзілік банктің ресми сайтынан таптық. Дүниежүзілік банк Қазақстанда 2021 жылы кедейлік шегінен төмен деңгейде 1,5 миллион адам болуы мүмкін деп болжаған. Украинадағы соғыс басталмас бұрын әлеуметтік желіде CNN жаңалығы ретінде скриншот тарады. Жазбада Владимир Путиннің Украинаға басып кіруді кейінге қалдырып, америкалық қарудың Украинаға жеткізілуін күткен айтылған. AFP фактчекерлері фейк ақпараттың 2017 жылы ақштағы президент сайлауы туралы Путиннің сұхбатынан алынғанын анықтаған. Фактчекерлер Google'дың фотоны іздеу функциясы арқылы скриншоттың 2017 жылы 30 наурызда жарияланған CNN репортажынан алынғанын анықтаған. YouTube каналда жарияланған репортажда CNN жүргізушісі Кейт Болден Владимир Путиннен сұхбат алған. Путин сұхбат барысында ақштағы президент сайлауына Ресейдің араласпағанын айтқан. Енді фейк пен түпнұсқаның айырмашылығын айтайық. Түпнұсқада қару-жарақ туралы емес, Ресеймен келісім жасалады деген Трамптың үміті сөнуде делінген. Фейк таратқандар аудиторияға әсер ету үшін ақштағы танымал каналдың репортажын фотошоппен өзгерткен. Тағы да бір миға сыймайтын ақпарат. Ресейдің ғылыми танымдық Инволта Instagram парақшасы тағы да біздің назарымызға ілікті. Не үшін дейтін шығарсыздар? Бұл жолы әңгіме баланы өсіре алатын жасанды жатыры бар робот туралы болмақ. Жазбада қытайлық ғалымдар адам эмбрионын адамдардың қатысуынсыз өсіретін жүйе ойлап тапқаны айтылған. Мүмкін болашақта жасанды жатыры бар робот бала көтеріп, оны өсіретінде болар. Бірақ қазіргі уақытта әңгіме Қытай ғалымдары жасап шығарған ин-витро жағдайындағы тышқандардың эмбрионалды мәдениетіне күтім жасау және оларды онлайн бақылау жүйесі туралы болып отыр. Яғни жасанды жатыр ойлап табу туралы айтылмайды. Себебі, естеріңізге сала кетсек, жасанды жатыр бұрыннан жасалып, тіпті патент алып үлгерген. Бірге тексерейік арнасына жазылыңыздар. Күмәнданған ақпарат көрсеңіздер, желі парақшаларымызға жазылып, бізге жіберіңіздер. Шындыққа әркімнің ақпар таласы.